Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ауыл шаруашылығы YouTube арнасының көрермендері, сіздермен ауыл шаруашылығы YouTube арнасының негізін қалаушы және Ауыз Агро компаниясының директоры мен Сабагедан Маратбекұлы. Құрметті достар, бүгін біз сіздерге жалпы өндірістің барысымен бір таныстырып өтейік деп жатырмыз. Биогумусқа тапсырыс түскен болатын, табиғи таза органикалық тыңайтқышқа біз қазір 50 литрден қаптап жатырмыз. Міне мына қаптардың әрқайсысында 50 литр бар. Және оны қалай өлшейміз дейтін болсаңыздар, мына шелекпен өлшейміз. Мына шелек 10 литрлік шелек. Осы 10 литрлік шелектен мына жерде міне елеп аламыз сепаратормен. Одан кейін оны шелекке салып өлшеп, 10 литрден 5-еуін бір қапқа саламыз. Сөйтіп жалпы қаптаймыз, құрметті ауыл шаруашылығы YouTube арнасының көрермендері. Енді қазір өндірістің барысында негізі автоматизация деген нәрсе өте маңызды екен. Алдыңғы видеода көрген болсаңыздар, Қазақстан Республикасында ең үлкен вермиферма деп мен салдым ғой. Ол жерде біздің серіктес ағамыз, Бақытжан деген ағамыздың вермифермасы. Ол жерде көрген болсаңыздар, дәл осындай сепараторларды редуктормен қойып автоматизация қойған. Ал енді бір ағаларымыз да бар, сепараторлардың мына астында кәдімгі анау ұн комбинаттарда болады ғой. Астында битіп тұратын. Былай тұрады. Осындайдан үшеуіне, мына көріп тұрғанымыз үш бөлігіне сепаратордың үшеу істеп қоятын болса, және соған мына қаптарды тікелей апарып аузына кигізіп қойса, сол кезде елеп жатқан кезде бірден биогумус осы қапқа түсе береді. Ол бір автоматизация. Мына жерге редуктор қоятын болса, тағы бір автоматизация. Қазір мысалы көңді тасып жатырмыз біз. Мына жақтарда қазір көрсетейін сіздерге. Міне мына жақта біз қазір көңді тасып жатырмыз. Тасыдық біраз. Және ар жағында оның бетіне температураны ұстап тұру үшін қажетті шөп. Және мына жақта біз өзіміз алған жалпы біздің жақында ғана алған транспортировкаға қажет прицеп. Міне көрген болсаңыздар. Енді біздікі закон малого начала дейді, аздан бастау заңдылығы. Біз біртіндеп өндірістік производственный мощность дейді ғой, өндірістік қуатты біртіндеп арттырып жатырмыз. Яғни өзіміздің бизнеске, өзіміздің кәсіпке инвестициялап жатырмыз қаржыны. Сөйтіп бірте жайлап өндірістік қуатты арттырып жатырмыз. Енді сол прицептің орнына Алла бұйыртса, иншалла погрузчик алып алатын болсақ, онда керемет. Көңді барамызда погрузчикпен алып, әкеліп бірден мына жерлерге міне дайындап қойғанбыз. Мына жерлерді ертең көң тасталады. Осы жерлерге былайша айтқанда бірден тастай береміз. Жалпы өндіріс бұл Қазақстанды дамытатын бірден бір іс әрекет. Мысалы қазір теңге құнсызданып жатыр, инфляция болып жатыр, азық-түліктің бағасы көтеріліп жатыр деген мәселелер бар ғой. Енді бұл мәселелердің бәрінің шешімі не? Бұл мәселелердің бәрінің шешімі осы өндірістік потенциалды арттыру. Яғни производственный мощностьті көтеру. Сол арқылы біз еліміздің теңгені құнды теңгеге айналдырамыз. Инфляция деген не жалпы? Инфляция деген нәрсе ол ақшаның құнсыздануы. Ақша неге құнсызданады деген кезде, егер елден сыртқа ешқандай өнім шықпаса, онда сол ақша құнсызданады. Жалпы ақша деген ол біздің өнімнің, былайша айтқанда, ішкі өнімнің, Қазақстанның өндіретін өнімінің баламасы сияқты ғой. Яғни бізде өнім аз болса, тиісінше біздің теңге де құнсыз болады. Оны былай түсінуге болады, қарапайым тілде экономиканың заңдарын күрделендірмей жай айтатын болсақ, мысалы, біз Қазақстан болып, осы биогумусты, одан соң жеміс-жидектерді барлығын шетелге экспорттасақ, шетелдіктер бізге немен төлейді ақшаны? Оларға біздің теңге қажет емес, олар теңгемен төлемейді бізге. Біз мысалы бұны Қытайға экспорттасақ, немесе көрші мынау Тәжікстанға, Қырғызстанға экспорттасақ, ол кезде соммен, юаньмен есептеспейді ғой. Халықаралық валюта бар, халықаралық валюта бізде қазір ол доллар. Яғни доллармен есептеседі, доллармен төлейді. Енді алдағы уақытта Қытайда сондай халықаралық валюта болуы мүмкін. Ол кезде Қытайлар юаньмен төлеуі де мүмкін. Сонда бізге шетелден юань келсе, яғни бізде біздің теңгеміз
құлдырамайды. Теңгеміз құлдырамайды. Біздің ұлттық банктың қоры, жалпы ұлттық қордың ақшасы көбейе береді. Бір сөзбен айтқанда, мемлекеттің тұрақтылығы ол ішкі өнімнің көбеюі. Ішкі өнімнің көбеюі. Біз шетелге көбірек өнім шығарсақ, тиісінше біздің теңге тұрақты болады. Және ол теңгенің тұрақтылығын жалпы ақша, кредиттік мәселені айтпай-ақ, қарапайым тілмен айтқанда, осы биогумусты біз өте көп өндіретін болсақ Қазақстанда, тиісінше бұнымен біз ішкі нарықты қамтамасыз етеміз бірінші. Ішкі нарықты қамтамасыз еткеннен кейін біздің дихандар, бағбандар, жылжайшылар, жылжай иелері осымен егін салады, көкөністер, жемшелектер өсіреді. Тиісінше оны өсіргеннен кейін азық-түлік көп болса, біздің халыққа шаққан кезде азық-түлік көп болса, тиісінше не болады? Тиісінше баға арзандайды. Яғни тауар көп, алушы аз болса, сатушылар бір-біріне қарап бағаны түсіруге тырысады, өйткені өз тауарларын сату керек. Яғни сол кезде азық-түліктің де бағасы арзандайды. Ал қазір қандай? Қазір биогумус өндірісі дамымаған. Биогумус өндірісі дамымағандықтан тиісінше жер құнарсыз болғаннан кейін тиісінше аз өнім алынады. Мысалы, бір жерден, мына жерден мысалы, 1 тонна картоп алатын жерден 100 килограмм картоп алады. Сөйтеді базарға барады. 100 килограмм картопты алатын адамдардың саны 1000 болса, тиісінше не істейді? Картоп аз, алушы көп. Яғни алушылар тауарды алып қалу үшін таласады. Яғни соны көрген сатушылар не істейді? Бағаны бірден көтереді. Ал егер 1 тонна картоп алды биогумустың көмегімен жерден, сөйтіп базарға барса, базарда сол баяғы 1000 адам, бірақ ол кезде енді картоп жеткілікті мөлшерде болса, ол кезде енді сұраныс көп емес, ұсыныс көп. Тиісінше ұсыныс көп болған кезде не істейді? Сатушылар өз тауарларын өткізу үшін бағаны сәл түсіреді. Одан кейін екіншісі, үшіншісіне қарайды, ол анадаған қарағанда түсіреді. Одан кейін төртіншісі анаған қарап түсіреді. Сөйтіп баға арзандайды. Бүгін біздің президентіміздің жолдауы болды ғой, яғни саяси, экономикалық, былайша айтқанда монополияларды жою деген нәрсені айтты. Енді иншалла сол іс жүзінде жүзеге асса екен деп мен тілеймін. Өйткені монополия деген нәрсе жойылса, бағаның шарықтауы тоқтайды. Өткен жаңағыда айтып тұрмын ғой, кішігірім өндірушілер барған кезде бір-бірінен тауарды бәсеке арқылы төмендетеді. Яғни мен сатқым келеді, сіз сатқыңыз келеді, үшінші адам сатқысы келеді. Яғни алушы адам таңдайды, тиісінше ол арзанын алады. Ал сол сатушы өзінің тауарын өткізу үшін не істейді? Бағаны төмендетеді де сатушыға жақсы бағада сапалы өнім беруге тырысады. Міне әділ бәсеке деген осы. Яғни осы әділ бәсеке болған кезде, иншалла, біздің мемлекет дамиды. Яғни кәсіптер өсе бастайды, бизнестер өсе бастайды бәсекенің арқасында. Яғни мысалы, мен биогумус өндіріп атсам, екінші адам маған қарағанда сапалы өндіріп атса, мен одан сапалы өндіруге тырысам ғой. Өйткені сапалы тауарды алуға тырысады клиент, дұрыс па? Осылай бәсеке қалыптасқан жерде мемлекет дамиды. Яғни бизнес бәсекеге қабілетті өскен кезде, тиісінше ол мықты жұмысшыларды алуға тырысады. Енді нашар жұмысшылар тиісінше нашар өнім өндіреді, жақсы жұмыс жасамайды. Содан соң мықты, білікті мамандарды компанияға, яғни алуға тырысады, өндіріске, тиісінше заводқа мысалы. Ал ол жерде жұмыс істеуге де конкуренция болады. Содан соң мамандар білікті болуға тырысады. Тиісінше дипломды сатып алғандар, сессияны ақшамен жапқан жемқорлар ондай заводта жұмыс істей алмайды. Мәселен, мен өзімнің компанияма мына биогумусты қалай болса солай қаптай салатын, мысалы мына шелекке салған өзінде дұрыстап салмайтын, шашып төгіп салып, аз салып жіберетін, немесе мені шығынға батыратындай қылып тым көп салып жіберіп, жерге түсіріп оны. Ондай жұмысшы болса мен не істеймін? Мен алмаймын. Ал ондай жұмысшы ол агро университетте жақсы білім алмаған, яғни сессияны ақшамен жапқан, тиісінше білмейді өндірістің мән-жайын. Мен сіздерге қарапайым түрде түсіндіріп жатырмын ғой жалпы. Бұл өте оңай өндірістердің бірі биогумус өндіру. Ал бұдан күрделі мысалы жаңағы машиностроение бар бізде, машина істейтін нәрселер бар, химический производстволар бар мысалы. Ол жерлерде өте күрделі, яғни процесс өте күрделі. Ол жерде өте білікті адам керек. Ал сондай білікті жерге жемқорлар барып тұрса, олар тиісінше не істейді? Бизнесті күйретеді. Бизнес күйрегеннен кейін не істейді? Ол банкрот болады. Банкрот болғаннан кейін жұмысшыларды бәрін жұмыстан шығарып жібереді де, сонымен жұмыссыздар көбейеді. Жұмыссыздар көбейгеннен кейін өткендегі қайғылы, қаралы қаңтардағыдай
өкінішке орай көшеге шығатын адамдар көбейеді. Сондықтан жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Сол жаңа Қазақстанды дамыту үшін осындай жаңа өндірістерді көбейту керек. Тек қана биогумус өндіріс емес, осы биогумустың көмегімен агро өндірісті, яғни бір адам қызанақ өндірсін, бір адам картоп өндірсін, бір адам апельсин өндірсін, бір адам алма өндірсін. Осылай өндірген кезде органикалық түрде жерді әдемілеп өңдеп, сол кезде біздің мемлекет дамиды. Біздің мемлекетке сырттан ақша келеді. Ақша келген екен, ол ақша мұғалімдерге, әскерилерге, одан соң тағы да дәрігерлерге жұмсалады. Біздің экспорттық әлеуетіміз артып, сыртқа тауар шығаратын кезде, мысалы мынадай қапты біз тонналап, вагон қылып, мысалы Қытайға жіберіп атсақ, ол кезде бізге сырттан ақша келеді ғой. Және кәсіпкерлер НДС деген нәрсені төлейді, налог добавленный стоимость дейді, қосылған құн салығы дейді. Оның пайдасы сол мемлекеттің бюджеті толығады. Мемлекеттің басында жемқорлар емес, адал халқына адал қызмет ететін ағаларымыз отқан кезде, олар тиісінше жаңағы НДС-тен түскен, салықтан түскен ақшаны мұғалімдерге, басқаларға жұмсайды. Мұғалімдер жақсы табыс тапқаннан кейін, мысалы айына 300 мың, 200 мың емес, 150 мың емес, айына 500 мың, миллион ақша алса мұғалімдер, олар тиісінше балдарға сапалы білім береді. Балдар сапалы білім алғаннан кейін олар сапалы университетке оқуға түсе алады. Ал сапалы университетке оқуға түсіп, ол жерде жемқорлық болмаса, олардан мықты, білікті маман шығады. Сөйтіп білікті маман келеді де қайттан осындай өндіріс орындарына жұмысқа тұрады. Одан соң жұмысқа тұрғаннан кейін олар жақсылап жұмыс жасаса, бизнес өркендейді де қайттан тауар экспортқа шығады. Тауар экспортқа шыққаннан кейін қайттан НДС төленеді, қайттан салық түседі, одан соң қайттан мұғалімдер жақсарады. Былайша айтқанда, міне, жемқорлықсыз әділетті қоғам орнаған мемлекет осылай дамиды. Батыста, мысалы, Американың, Европаның дамып кеткен себебі, олар ең әуелі осы жемқорлықты тоқтатты. Жемқорлық тоқтаған жерде, әділ бәсеке болған жерде, монополиялар жойылған жерде, тиісінше не істейді? Даму болады. Бізде өкінішке орай әлі күнге шейін кейбір монополиялық компаниялар таратылмай жатыр, өкінішке орай. Сол компаниялар негізі таратылу керек. Өйткені олар үлкен ресурстарға ие болғаннан кейін, кішігірім бір компания шықса, мысалы, алпауыт компания ақшасына сүйенеді, не істейді, оны сатып ала салады. Тиісінше ол бір компанияның құрылымдық жүйесі болғаннан кейін қатты бәсеке болмайды. Сондықтан монополияларды жою керек. Бір сөз айтқанда, біздің президентіміздің бастамалары, оның айтып жатқан нәрселері өте керемет, құрметті қандастар. Соны тек қана жүзеге асыру керек. Және әрбір қазақ, әрбір қандасымыз президенттің айтқан сөздерін жете түсініп, және соны әрбір мемлекеттік қызметкерден, ол әкім бола ма, ол депутат бола ма, ол тағы басқа мәслихаттың адам бола ма, ол тағы жаңағы мәжіліс, сенат дейді, үкімет бар. Солардың бәрінен талап ету керек халық. Президенттің айтқандарының орындалуын. Бір президент жалғыз өзі мысалы аз болуы мүмкін, оған халық қолдау білдіріп, жаңа екі ортадағы биліктің өкілдерін, үкіметті жақсылап талап етіп, олардан сұрайтын болса, олардан істейді, жұмыс жасайды. Жұмыс жасағаннан кейін мемлекетіміз иншалла дамиды. Сондықтан мемлекетті дамытудың ең басты жолы ол өндірісті дамыту. Ал біз, Аллаға шүкір, Аллах берекесін берсін деп, өзіміздің өндірісімізді ары қарайда дамыта беретін боламыз. Құрметті қандастар, осыны өндірісті жасаймын десеңіздер, Қазақстанды дамытамын десеңіздер, экспортқа тауар шығарып, қазақтың бренд өнімін, яғни биогумусты айналысып, соны кәсіп қыламын десеңіздер, шұбалшаң сатып алуға сіздерді шақырамын. Шұбалшаң сатылып жатыр. Бізге хабарласыңыздар, 8747-123-1868 нөміріне хабарласыңыздар. Үйретеміз, Алла бұйыртса. Сондықтан мен сіздерден хабар күтемін, иншалла. Бүгінгі видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, астына пікір қалдырыңыздар. Видеоны басқа қандастармен бөлісе отырыңыздар. Пайдалы ақпаратты бөлісіңіздер, білім бөліскен сайын көбейеді. Сондықтан әрбір қандасымыз білімді болсын, бөлісе отырыңыздар. Және астына қоңырау тіркеле кетіңіздер. Сіздермен келесі видеода жолыққанша, шұбалшаң шаруашылығын бірге дамытайық, Қазақстанды әлемдегі мықты, дамыған державаға айналдырайық. Сіздермен бірге болған Спабек Ернар Маратбекұлы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.